бір түрге енгенде... Ұмыта берем, осы сфинкс деген сөз ф арқылы жазыла ма? Ол Миым ашып кетті. ф арқылы. Түбірі шошқа емес шығар. Бұл өзі не осы? Серафим, Мерафим, сфинкстер қайдағы? Мысалы, сен өзің мұндайды ұнатар ма едің? Тура жолдарда бар емес пе? Сфинкс пен Серафим. Ары қарай? Сіздің сол Элеонораңыз әдемі ме өзі? Білмеймін. Мені бұл мүлде қызықтырмайды. Адамның сыртқы келбетінен гөрі жан дүниесі әлдеқайда маңыздырақ. Мен үшін сұлулық адам мен рухани байланыс орнатудан жоғары емес. Адам болса мейлі, маймыл болып шықса ше. Онда маймылмен рухани байланыс орнатасыз. Не деген көргендік. Тауып айтты. Сөзім жоқ. Бәрекелді. Иә, бұл көптен бері жалғасып жатыр ма? Не деген малшың еді? Жарты жыл. Жарты жыл? Жарты жылда бір ретте көрмедіңіз бе? Түрі жаман болып шықса ше, семіз немесе одан да сорақы мүгедек болса ше. Ана тақпақтарыңыздың соңында айтпақшы салмағын қанша деп жазыңыз. Өте құнды кеңестеріңіз үшін көп рахмет Рейс. Ары қарай қай жерде тоқтап едік? Әлгі сфинксіңіз тікелей эфирде біреумен бір күйге еніп жатқан. Сосын Серафима деген біреу бартын. Сонымен жассыз, реңсіз, бір түрлі мынау жалғанда. Жассыз, реңсіз, бір түрлі мынау жалғанда. Телефон соғыңыз. Сфинкс пен Серафим тікелей эфирде бір күйге енгенде... Қоңырау шалыңыз. Дрейс, хат арқылы көбірек сырласалам. Түсінікті ме? Понятно. Бұл бір сұмдық болды. Жарайды, өзім ақ телефон тауып алармын. Өйткені мынаның бәрінен әбден жалықтым. Мәс саған. Ол Дюнкерктен екен. Бұл жаман енді. Хатымды орнына қойыңыз. Ни одна мисс Бірде-бір Франция аруы ол жақта тумаған. страшные. Өтінем, хатымды орнына қойыңыз. Так тут есть... Мына жерде телефоны бар екен. Өз қолымен жазыпты. Бұл белгі. Қане тастаңыз. Да вы чего? Ол өзі телефон жазып жіберген. Бұл нені білдіреді? Что? Қоңырау шал, құлағыңды жалап берем деген сөз. Бұл не істеп жатыр? Термеңіз. Міне былай, Филипп. Ол тақпақтан жалықты. Жарты жыл бойы құр тақпақ. Есі дұрыс емес. Маған телефон соғыңыз, сізді сүйем. Тоқтатыңыз оны, мен сөйлеспеймін. Тілі таза ма екен, соны тексерейік. Дюнкеркте таза сөйлемейтіндер бар. Тұтқаны қойыңыз. Мен саған антықпын, Филипп. Шыда, қазір болады. Алло? Маймылдың дауысы емес. Алло? Жоқ. Алло? Саспаңыз, сфинкстер туралы айтып беріңіз. Элеонора, бұл Филипп. Мен енді сіздің дауысыңызды естіп